Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз қазақ жігітіне тұрмысқа шыққан орыс қызы. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Оксана, жасым 25-те. Мен өз оқиғамды баяндап берейін. Мен Атырау қаласының тумасымын. Жасым 18-де Алматыға келдім. Бұнда келудің себебі, басты мақсаты медициналық университетке түскен болатын. Мен мүлдем қазақ жігітіне, мүлдем өзге ұлтқа ғашық болып көрген емеспін. Баста қарсы болатынмын. Бірде мен автобусқа университетке бара жатқан кезде денелі, сымбатты, өте мәдениетті сөйлейтін қазақ жігітін кездестірген болатын. Кондуктор болып жұмыс жасайтын. Маған қарап тұрып, қарындас, карточкаңызды басып жібересіз бе деді. Мен аңғалана қарап, әрине деп тамсана қараған болатынмын. Солай жүріп, біреулерден менің номерімді алып, интернет желісі арқылы сөйлесіп, солай 3 жыл кездесіп, қыз бен жігіт болып жүрдік. Сөйтіп, араға 3 жыл салып отбасы құрдық. Әрине, басында екі жақ қарсы болды. Екі жақтың салт-дәстүрі де, діні де, ұстанымы да, сөйлеу мәдениеті де өзге болатын. Бірақ соған қарамастан біз отбасы құрған болатынбыз. Бұрынғы Оксанадан мен Әйгерімге ауыстым. Қазір шүкір 2 баламыз бар. Жалпы қыздар, бұнда не айтқым келді мен сіздерге? Егер шын сүйсеңіздер, ұлтқа да, дінге де, мүлдем жағдайына да қарамайсыздар. Әрине, бізге отбасы мүлдем күшті болып кетті деп айта алмаймын, себебі елдің сөзі де бізге әсер еткен болатын. Тіпті ажырасуға дейін барған болатынбыз. Бірақ біз жүрегімізді тыңдап, отбасымызды сақтап қалдық. Әрқашанда махаббат бар жерде сыйластық бар деп бөлем. Маған қазақ ұлты, қазақ жігіті, қазақша болған, қазақ болған маған ұнайды. Ал сіздерге өз ойларыңызды айта кетіңіздер.